Септік жалғау сөз бен сөзді байланыстырып тұрады. Мысалы, апамның әңгімесі өте қызықты. Осы сөйлемдегі септік жалғауларды алып тастап оқиық. Апам, әңгіме өте қызықты. Бірінші сөйлем түсінікті, ал екінші сөйлем түсініксіз. Демек, септік жалғаулары әрі сөз бен сөзді байланыстырады. Әрі сөздің сөйлем ішіндегі мағынасын түсінікті етіп тұрады. Септік жалғаулардың зат есім сөздерге жалғануын зат есімнің септелуі дейміз. Қазақ тілінде мынадай септіктер бар: атау септігі, ілік септігі, барыс септігі, табыс септігі, жатыс септігі, шығыс септігі, көмектес септігі. Әрбір септіктің сұрағы, жалғаулары және беретін мағыналары бар.